Физика тек ақылдыларға ғана арналған пән емес. Ол 1 минут бұл неге бұлай болады деп сұрақ қоюдан қорықпайтын ізденімпаз жандарға арналған. Ал солардың бірі сенсің. Бүгін мен саған жаттанды жалықтыратын оқу кеңестерін айтпаймын. Оның орнына физиканы соншалықты оңай меңгеруге көмектесетін ерекше тәсілдермен бөлісемін. Тіпті мұғалімің мынау көшіріп жүрген жоқ па деп ойлауы мүмкін. Бірақ жоқ. Сен тек дұрыс әдіспен оқитын боласың. Шынын айтсақ, мәселе мынада. Физика кітабын ашып бір бетті оқисың. Көзді ашып жұмғанша өзіңді егер жер панчик пішінінде болса, не болар еді деген YouTube видеосын көріп отырғаныңды байқайсың. Миың кейін оқимыз дейді, бірақ бүгіннен бастап бәрі өзгереді. Физика қызықты бола бастайды. Егер миыңды ретсіз ақпаратпен толтырмай, оны нағыз зертхана сияқты қолдансаң. Тәжірибе жаса, ойна, зертте, күрделі тақырыптарды көзбен елестетуді үйрен. Анимациялар қара немесе қарапайым суреттер салып көр. Қозғалыс пен күшті түсіндіру үшін сызықтар мен таяқша бейнелердің өзі жеткілікті. Үйдегі қарапайым заттарды пайдалан. Бөтелкенің қақпағы, телефон немесе су құтысы арқылы күштердің қалай әсер ететінін жазғанда түрлі. Қызыл түс күштерге, көк түс энергияға, жасыл түс қозғалысқа арналсын. Бұл кейін қайталағанда ақпаратты әлдеқайда тез еске түсіруге көмектеседі. Формулалардан қорықпа. Әр формуланы жаза салмай, оның мағынасын түсін. Мысалы, тең у қосу а көбейту бұл нені білдіреді? Соңғы жылдамдық, бастапқы жылдамдыққа үдеудің уақытқа көбейтіндісін қосқандағы мән. Басқаша айтқанда, үдей берген сайын сенің жылдамдығың қалай өзгеретінін көрсетеді. Болғаны осындай тәсілмен әр формуланы талдаған сайын миың, енді түсіндім ғой дейді. Бұрынғыдай оны күрделі математикалық сиқыр деп қабылдамайды. Физиканы Шерлок Холмс сияқты оқы. Әр есептің алдында өзіңнен сұра, мұнда қандай оқиға болып жатыр, не қозғалып жатыр, оған қандай күш әсер етеді, не өзгеріп жатыр, қозғалыс па, энергия ма, әлде жарық па? Әр есепті жай ғана есеп емес, шешуі керек жұмбақ ретінде қарастыр. Сонда есеп шығару әлдеқайда қызықты әрі жеңіл болады. Енді жаттығуға арналған ерекше әдіс. Тақырыпты түсінген соң таймерді 20 минутқа қойда, мүмкіндігінше көп түрлі есеп шығаруға тырыс. Бір есепке тұрып қалсаң, оны белгілеп қойып келесісіне өт, содан кейін 10 минутыңды тек қателерді талдауға арна. Осы әдіс есте сақтауды күшейтіп, есеп шығару жылдамдығын арттырады. Ал күрделі сызбалар мен ұзақ шарттардан қорықсаң, мына 3 қадамды қолдан. Бірінші, міндетті түрде суретін сал. Сөздерді сызбаға айналдыр. Екінші, берілген шамаларды жазып шық. Барлық сандардың астын сызып, олардың физикалық белгілерін көрсет. Үшінші, қандай тақырып екенін анықта. Қозғалыс па, күш пе, әлде энергия ма? Содан кейін сәйкес формуланы қолданып, есепті сенімді түрде шығар. Ал енді ғылым дәлелдеген бірнеше пайдалы әдіс. Физика оқып отырғанда сағыз шайна. Егер емтиханда да дәл сондай сағыз шайнасаң, миың ақпаратты оңайырақ еске түсіреді. Себебі ол ес пен әрекетті есте сақтау процесімен байланыстырады. Қайталау кезінде баяу әуендер немесе бинауралды ырғақтар тыңдауға болады. Олар зейінді арттыруы мүмкін. Бірақ сөзі бар әндерді тыңдамаған дұрыс, өйткені олар көңілді бөледі. Материалды ұйықтар алдында тағы бір рет қайталап шық. Ұйқы кезінде ми ақпаратты өңдеп есте сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар физикалық құбылыстарды көрсететін симуляциялар мен анықтамалар және формулаларды қайталауға арналған карточкаларды пайдалан. Сонда күрделі тақырыптардың өзі жеңіл қызықты болып көрінеді. Егер сен әлі күнге дейін физика қызықсыз деп ойласаң, демек оны өзіңе ыңғайлы әдіспен әлі оқып көрмегенсің. Саған данышпан болудың қажеті жоқ. Саған тек дұрыс жүйе керек. Көр, түсін, тексер, басқаға түсіндір. Қайтала, міне, табыстың құпиясы осы. Енді саған шағын челлендж. Егер білімнің көмегімен тартылыс күшін жеңуге дайын болсаң, пікірге алмақ құлады деп жаз. Мен әр пікірге міндетті түрде жауап беремін. Кәне, физиканы қайтадан қызықты пәнге айналдырайық.